Сәлем достар, осындай посттарды қалай жасау керегін көрсететін боламын. Ең бірінші Google-ға кіріп, мандариннің кез келген суретін басып аламыз. Кейін плагинге кіріп, фотопея деген фотошопты ашамыз. Ашқаннан кейін волшебный палочканы алып, фонымызды жоямыз. Кейін фильтрге кіріп, көрсетілгендей фильтрді таңдап аламыз. Одан кейін 1 минут күтіп, фотомызды сохранить етіп аламыз. Ctrl+S арқылы. Енді бірінші Instagram форматындағы фреймді қосып аламыз. Оны жасыл түске бояймыз. Енді объектімізді алып, фреймнің ішіне орналастырамыз. Shift-ті басып тұрып, оның өлшемін өзгертеміз. Енді эффектіге кіріп, blur деген размытие эффектін қосып, бұлыңғыр етіп өзгертіп аламыз. Енді Ctrl+C-ді басып, көшірмесін жасап аламыз. Ендеше үшеуін автолейаут контейнеріне салып, арасын теріс 30-ті қоямыз. Енді осы контейнердің көшірмесін жасаймыз. Енді 3 контейнерді ұстап тұрып, бәрін бірге бір автолейаутқа саламыз. Ендеше қалаған текстімізді жазамыз. Енді контейнеріміздің арасын бір-біріне қысқартамыз. Енді 2 жұлдызшаны алып, бір-біріне жабыстырамыз. Енді сары тылтақты жасайтын боламыз, ол үшін вектор жасайтын перо құрылғысын пайдаланамыз. Мен мына жерде мандариннан тағы бір қатарды қосуды шештім. Енді слойға кіріп, мандарин тұрған барлық суреттерді выделять етіп алып, оның өлшемін Shift арқылы басып тұрып өзгертеміз. Міне достар, осымен біздің постеріміз дайын. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет.